Aslan. Jojumetlerimiz. Алдына маған дос балам айтады, Аслан сен алыстан қарағанда әдемі едің ғой, сөйтсем саған не болып қалды дейді. Маған ештеңе болған жоқ, сен просто мен Астраханнан қарап жүре берсейші. Сонда бәрі нормально болады. Қалайсың, амансыңдар ма? Көңіл күйі жақсы ма? Мен памятім білесіңдер ғой. 2 мегапиксель ғой, 2 мегапиксель. Флешкаға мама ойын жасап тастаған ғой, талпы ойын жасап тастаған. Ол қазір телевизордың артында тұр, ол флешка. Осыдан әкел деген, онымен ол кроссовка келіп жайып тастаған ғой. Негізі біз қазақтар дұрыс сүйіш сұрай білмейміз. Сүйіш сұрағанда да олай енді ести берме, енді олай үшін теңге билет алдым любой жерге күле берме. Күлетін жеріне ұрып отыршы кәдімгі. Қоя қойшы қарындас. Негізі қазақтар біз дұрыс сүйіш сұрай алмаймыз. Мына сүйінші сұрайтын кісіден жаман қателесеміз. Мына көп балалы квартирада тұратын, күнде рашки жеп жүрген кісіден көп күтеміз ғой, ойымызға келген сұрақ. Сәлем, қалайсың? Мен ұлым босанып еді. Не берейін сүйінші келсе, жылқы деп көп күтеміз ғой. Анау жылқыны өмірде көрген жоқ дегенде. Біз наоборот сұрайтын кісіден сұрамайды екенбіз да. Мына бір коттеджі бар, супермаркеті бар, кісілерді сұрауға ұяламыз. Сүйіншіге не берейін десе, бергенімді аламын ғой деп отырамыз ғой. Наоборот, сол жылқыны содан ал, 2 жылқы қал, біреуін өзің ал, біреуін жаңағы семьяға берсейші. Мен қолдасымды шабалап қойыңыздар енді осы жерде. Жалпы, мына білесіздер, той жасайтын әулетте ана үйленетін бала қатты дайындалады. Той жасағысы келіп, жаңа ағайын туыстарын жинап, тамақ таңдап, ресторан таңдап, сосын ана қыз жақпен келісіп, бәрін дайындап қояды. Бақытты болып жүреді ана бала. Именно сондай уақытта сол әулеттегі 80-90-дағы ата немересін шақырып алып, немерем мен жүре берейін, мен кете берейін, мені әжең шақырып алып, қуып көреді ана кісі бар. Мен көзіме бірдеңе көрініп жүреді, конечно, таңғы 5-те туалетке жалғыз өзің шығасың. Саған көрмейтін көрінеді. Ана кісі негізі жыл 12 ай садақа мен қонақта қалдырмайды ғой. Ала таңда тұрып алып таңшолпан көреді ана кісі. Таңертең сағат 7-те. Ау. Таңертең таңғы 7-те. Алло, мама, талып бәрі салып жүрсің мен жаққа. Талып бәрі салып жүрсің, мама. Севербасток 20-шты жүрші, я беғарай. Я езермен самат күтіп ойлады. Аха. 20-сы Нұрбан концерті. Сосын шапалақтаңыз Нұрбағама. Қай жерде кезік? Ау. Таңғы 7. Сосын, сұрақ қойық, сұрақ. Демағара береді, сұрақ қойық. Шабайыз таңғы 7 деп әтсір, таңғы 7 шықпаңызда жол тағайық болады. Атырау 2 адам. Аман болыңыз, бірақ. Мына негізі, қай жеріне келдік? Руслан. Мына біреу ұсталып басыңдар, мен бір адам беткезай ұмытып қалыптым қайта. Талпа, нән шериф болса, мен қасыма шерифқа келіп қойыңдар. Так, не айтсам екен сіздерге. Брат, айтсаңызшы. Көрсеңізші, таңшолпан маған ал дейсіз. Ол айғайланбек, таңертең көрейік, жұмыс істейік, салқын суға түсейік, ауырып қалайық, больницаға жатайық, аман болыңыздар. Аман болыңыз, брат. Нұрға шапалақтаңыз. Мама қуан алттан шығар үйде. Негізі мына біз қазақтар 26 миллионбыз адам саны. Бірақ біз сағат 5-6-да, кешкі 5-6-да автобусқа мінгенде 26 миллиард болып кетеміз ғой. Алдында автобусқа міндім, крик алғам, Қытайдың Шыңжаң деген аудан сияқты болады ғой, ашық екен. Бұлай бетіп кірдім, тұрып қалдым, бер жағымда мұрын, бер жағымда мұрт, алдымда ерін тұр. Жигулиге дейін амалыстан зейсіп барды екенбіз. Анада да ұят жоқ екен. Менде де ұят жоқ. Негізі ұят бар ғой енді. Бұлай орыс апа былай шығарсың қалай ол. Мен айттым, апа, әртір. Апа, әртір дедім. Жоқ, ол маған не деді, мен оңай дедім, әйтеуір. Қиын болды мен іші автобус. Сол жерде кондуктор ол ойына келген істейді ғой. Өзін резинкімін деп ойлай ма? Талпа адамды талпа. Қайсып көрейін. Жоқ, орын жоқ, орын. Бұлай тұр, бұлай. Ана кісі, негізі, сол жерде орын жоқ болған кезде ерсе екен. Именно сондай уақытта бір бақытты бір жас семья коляскамен кіріп келеді өзің
Энем орнына тұра қойымшы, тұра ғой, бірақ менің астымда ата бар. Атаның астында әжей бар. Оның астында водитель бар. Біз залба автобустың ішінде дық, брат. Үйінде ғой, үйінде. Сондай автобусқа тұрып қалған кезде, мына сырттан донерге тойып алған бір қыз келеді, әлдеқандай болды. Ол қыз обязательно жаңа донерді метровкамен шығарады ол. Аға жейдесі. Аға жейдесі. Аға жейдесі. Аға мына салфетка басын сізіп ойыңыз. Картоп кетіп қопты ғой. Сауырма ғой ағай. Рахмет аман жетістіңіз ағай. Ағай басын сізіп ойыңыз. Сосын сол автобустың мына есік жағына тұрып қалған өте апасына. Есік жаққа тұрып қаласың ғой. Ана водитель өзінің витамин ішіп дәлелдейді саған. Екі аяғын нық қойып алады. Екі темір ұстап алады. Тек саған ғана дәлелдемейді ол. Мына түнгі аламанында мықты екен саған ғана дәлелдемейді ол. Алдындағы 5 адамға дейін сездіреді ол. Екі аяғын қойып алады. Кір ішке. Әкеңнен көрмей қорытты көресің ғой. Мен именно сондай уақыттары жаңаға кондуктордың қасында тұрып қалған ғой. Ағай. Ағай. Аға ер бала едің бо. Я ерің қалды. Мынау кәдің санға тақайды ғой несін, ана. Шалғарын қағып шығасың, брат. Үйленсеңші, брат. Үйді апарайын біруге. Қай жерде келдік? Так, жақсы темалар кетті. Политика кетті. Жақсыларым, так, 20-сынан Нұрбаға қалдырам. Так. Мұна негізі мұғалімдер туралы айтайық, жаңа бәрі туралы айтып отырық қой, мұғалімдер туралы айтайық. Арамызда мұғалімдер бар ма? Жалпы мұна мұғалімдер креативный болу керек дегенге өте қарты есіп кетті ол кісілер. Олар любой апталыққа өлең шарттады олар. Алдында тиктоктан тариғатты алынып қалдым. Бір мұғалім аты шықты очкимен. Мен ойладым, люди в черном деген кино болады ойласам. Бір апай аты шықты. Тариғатты алып басталды. Чу-ча-ча дейді. Жоқ, не ол, не сөз чу-ча-ча деген? Или баяғыда ата бабамыз сөзі ме? Сонда бұрын мысалы Қабанбайда тіпті Қабанбай қалайсың амансың ба деген чу-ча-ча шүкір деген жоқ қой мысалы. Сондықтан етпеңіздер мұғалімдер. Так, сосын қай жеріне келдік? Так, чу-ча-ча айттым, ондайға кірген жоқ. Так, сосын так. Сендер де бір тақырып қойып отырса сұрақ қойып отырыңыздар. Мен әрдайым жауап беруге дайынмын. Мен билік өкілі болсам да қара халықпен біргемін. Мен негізі мына жаңағы автобус туралы айтыпаттым ғой. Мына автобустың Қазақстандағы автопарктың басшыларына бір идея айтайын деп едім. Біз негізі неге мына Лондондағыдай қызыл автобус сатып алмаймыз? 2 этажды қызыл автобус алайықшы. Қара халық болып қанша 1000 теңге жинап сатып алайықшы автобуста. Қарашы, 2 этажында аяқ ауырларымен арақ ішпегенде отырады. 2-ші этажға арақ ішпегенде отырғызамыз. Аналар барам дегенше айғат аналар бар ғой. Менде осымен бітті, аман болыңыздар, ішпеңіздер, шекпеңіздер. Ерім аман болсын.